Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен менің кішкентай балапаныммен бірге осындай панкейки рецептісімен бөліскіміз келеді. Барлық керек заттардың мөлшерін видеоның астына толық жазып кетемін. Айранымызға ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Айран мен сода өзара реакцияға түсуі қажет. Видеода көріп тұрғаныңыздай, осылай айранымыз көпіре бастайды. Содан соң бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарамыз. Оның үстіне шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқамыздың үстіне реакцияға түскен айранымызды қосып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне 1 ас қасық май қосамыз. Мен зәйтүн майын қостым. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйық массамызға ұнымызды салып, қамырын дайындаймыз. Ұнымызды бірден салмауға кеңес беремін. Осылай бөліп салыңыздар. Өйткені қамырымыз орысша айтқанда без комочков нәзік болып шығады. Осы орайда маған кішкентай балапаным көмектесіп жатыр. Панкейкиді пісіруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Бізде осындай қою қаймақ сияқты қамыр шығуы қажет. Табамызды жақсылап қыздырып, осылай ожаудың көмегімен қамырымызды саламыз. Видеода көрсетілгендей қамырымызды осылай жайып шығуымыз қажет. Панкейки өте тез піседі, 1-2 минутта пісіп болады. Бір жағы осылай көпіршік пайда болғаннан кейін екінші жағына аударамыз. Панкейктерімізді балмұздақпен, неше түрлі сироптармен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Байқасаңыздар, осындай көпіршіктер пайда болғаннан кейін екінші жағына аударасыздар. Осы уақытқа дейін көптеген рецепттермен жасап көрдім, бірақ маған осы айранмен жасаған рецепт өте қатты ұнайды, себебі нәзік, жұмсақ болып шығады. Сондықтан сүтпен емес, осылай мен сияқты айранмен жасап көруге кеңес беремін. Панкейкиларымыз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, дастарханыңыздың сәнін келтіретіндей болады. Жасап көруге кеңес беремін. Жолдасыңызға, үй-ішіңізге, балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен әрдайым оңай әрі тез дайындалатын рецепттермен бөлісемін. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл. Келесі кездескенше.